Табиғат ананың шексіз құдіреті бізді таң қалдыруын тоқтатқан емес. Себебі сіз көрмеген, білмейтін тіршілік иелері әлі де көп. Сәлем достар, сіздермен бірге QLife арнасы және сіздердің назарларыңызға әлемдегі сирек кездесетін жануарлар жайлы видеоны ұсынбақпын. Ал сіздер видеоны лайкпен қолдай отырыңыздар. Ор қоян. Ор қоян өте сирек кездесетін жануарлардың бірі. Бұл 20 жыл бойы күткен ор қоянның суреті немесе Тянь-Шань шыңындағы ор қоян. Пиноккио орман бақасы. Пиноккио ер бақасы өзінің жұбын іздегенде, не болмаса бір қауіп сезгенде, оның созылған мұрны жоғары қарай көтеріледі. Бирманың тұмсықты маймылы. Әлемдегі сирек кездесетін жануарлардың бірі 2000 жылы Бирманың таулы аймағынан табылған. Бұл маймылдың өзгелерден бір ерекшелігі жаңбыр жауған кезде түшкіреді. Ал қызыл дөңгелек балық. Осыдан бірнеше жыл бұрын ғалымдар қанаттары қолға ұқсас 14 балық түрін тапқан болатын. Осы 14-нің 9-ы өте қауіпті балықтар болып шықты. Ұшатын ақ тышқандар. Үлпілдек ақ тышқандар орталық Американың шатыр тәрізді геликон жапырақтарында өмір сүреді. Олар жеміс-жидекпен қоректеніп, бойлары тек 4,7 сантиметрге дейін ғана өседі. Сегіз аяқты дамбо. Су тереңде өмір сүретін тіршілік иесіне дамбо атауы аяқтарының арасында орналасқан жүзбе қанаттарының негізіне берілген. Ал оның алдыңғы екі қанатын пілдің құлақтарына ұқсатып жатады. Түрлі түсті шаян. Көздің жауын алатын әдемі түсті бұл шаян өткен жылы Индонезиядан табылған. Жұмсақ сауытты Қытай альбинос тасбақасы. Жұмсақ сауытты тасбақа ұзын мойны мен танауы арқылы су астында демалады. Тұтқа құлақты ұшатын тышқан. Бақырайған көзді және түтікше тәрізді мұрны бар бұл тышқан Жаңа Гвинеяның Папуа орманынан табылған. Амазон өзенінің дельфині. Амазон дельфиндері жас ерекшеліктеріне қарай түстері де өзгеріп отырады. Мәселен, жас Амазон дельфині сұр түсі болса, жасы келгендері қызғылт түске ауысады. Бұл дельфиндер сұсты әрі қолға тез үйретілмейді. Сонымен қатар, олар сирек кездесетіндіктен тұтқында ұсталады. Достар, біздің видеомыз соңына жетті. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де арнамызға тіркеліп, қоңырау шанында басып қойыңыздар. Осы видеоның астына жақсы комментария қалдыратын болсаңыздар, келесі видеода сіздердің комментарияларыңыз осылайша видеода жариялануы мүмкін. Сіздермен бірге болған QLife арнасы. Кездескенше қош сау болыңыздар. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say?